Баршаңызға ассалаумағалейкум. Алдымен өзімді таныстырайын. Менің есімім Ерболсын. Жасанды интеллект арқылы осыдан 1 жыл бұрын мен Арстап деген қосымшаны бастаған болатынмын. Ешкімнен үйренбей, ешкімге қарамай, просто сол ChatGPT деген досымызды қолданып, сен код жаза аласың ба деген сияқты сұрақтар қойып, код жаза аламын деген сияқты, ол маған бір кері ответтерін беріп деген сияқты. Сонымен қалай істейміз деген сияқты әртүрлі сұрақты ойлы да қойып, қырлы да қойып, ақыр аяғында қазір Play Marketте және App Store'да бар Арстап деген Арыс қаласына арналған приложение жасап шығарған адаммын. Сонымен қатар TikTok және Instagram'нан келген болсаңыздар, ол жерде жасанды интеллектке байланысты кішігірім видеолар бар. Қалай музыка жасаймыз, қалай видео жасаймыз. Сонымен қатар өзімнің жасаған бір кішігірім қияли видеоларым бар деген сияқты. Соларды көрсеңіздер болады. Яғни анау айтқандай бір мықты нәрсе сіздер үшін болмаса да мен үшін бір керемет дүниелер жасадым деп ойлаймын жасанды интеллектпен. Енді жасанды интеллекті сіздерге Құдай қаласа осы видеода толық бір ақпаратты айта кетемін. Одан кейін келесі видеоларда ақырында бір аптада бір шығады, бәлкім немесе жиі шығады, одан ертерек шығады деген сияқты. Қалай біз сайт жасаймыз, қалай біз приложение жасаймыз, қалай біз жасанды интеллект арқылы PDF форматтағы файлдар жасаймыз, жасанды интеллект арқылы біз қалай жаңағыдай текстті видеоға айналдырамыз, немесе видеоны видеоға айналдырамыз, немесе өзіміздің аудио пересказ, мысалы бір өзіміздің тақырыбымыз болды, Арыс қаласына байланысты бір аудио пересказ давай құрастырмаған деген сияқты. Жасанды интеллект соның барлығын құрастырып бере алады. Видео жаса десем, видео жасап бере алады. Алматыға байланысты, міне Алматы мысалы Есентайдың үстінен дронмен ұшып жатып, мені түсір деген сияқты бір видео болса, оны да сізге жасап бере алады деген сияқты. Әртүрлі нәрсе жасап бере алады жасанды интеллект. Тек қана, яғни айтқым келіп тұрған тек қана видеолар емес, сонымен қатар жаңағы сайт, приложение, видео, фотоны қалай жасаймыз дұрыстап, сонымен қатар CapCut'ты қалай қолданамыз, немесе InShot'ты қалай қолданамыз, обычный қарапайым видео монтаждарды қалай жасаймыз. Содан кейін барып музыканы қалай жасаймыз, неліктен жаңағыдай кейбір музыканы жасаған кезде неліктен оларға запрет бар деген сияқты әртүрлі бір қызықты тақырыптарды Құдай қаласа сіздермен бірге осы YouTube каналымызда күнделікті талқылаймыз. Сол жасанды интеллект арқылы сол қалай жұмыс жасаймыз, сол туралы толық әр күні әртүрлі видеолар шығарамын. Яғни бірінші күні мысалы обычный видеоны видео айналдыру деген сияқты нәрсені көрсетсем, оның промптын қалай аламыз. Егер промптпен де кейбіреулер жасап бермей қояды, промптпен де кейбір жасанды интеллекттер жасап бермей қояды. Ол промптты қалай өзгертеміз дұрыс жағынан, қалай жасатқызамыз, ана жасанды интеллект бізге сол видеоны жасап беру үшін қалай жасатқызамыз оған, қалай оны қинаймыз. Сол нәрселерді толық талқылаймыз, Құдай қаласа. Егер бұл жасанды интеллектте сіздерге айта кететін тағы да бір үлкен бір мәселе, сіз бір ағылшын тілін керемет жетік меңгерген маман болудың қажеті жоқ. Бұл миф. Сонымен қатар қазақ тілі болмайды, орыс тілін қолдану керек десе, ол тоже миф. Мен өзімнің жаңа көрсеткен нәтижелеріме сүйене отырып мен айта аламын, тек қана мен қазақша сөйлесем жасанды интеллектпен.
ешқандай орысша сөйлеспеймін. Егер ол маған орысша жауап берсе, қазақшаға аудар деген сияқты, қазақша сөйлеспеймін деген сияқты, оны қайтарып жіберемін да қайтып қазақша сөйлеткіземін өзіме. Ол бір даже мобильный приложение, яғни App Store-ға, Play Market-ке шығып жатқан мобильный қосымшаның өзін жасанды интеллектке қазақша бұйрықтар, қазақша промпт деп айтамыз ғой, мысалы промпт деген не? Қазақша бұйрық деген сөз, промпт деген бұйрық деген сөз. Қазақша бұйрықтар беру арқылы осындай нәтижеге жетіп отырмын, Құдайға шүкір. Сіздер де алдағы уақыттарда осы видеоларды толық қарап отырсаңыздар, жібермей қарап отырсаңыздар, онда өзіңізде мысалға сізге сайт жасау қызық па, сайт жасау туралы мен егжей-тегжейлі түсіндіремін бұл жерде. Сізге былай айтпаймын, бір 5 минут қана түсіндіріп, мына жерде осындай код жазасың, мына жерде бүйтесің деген сияқты нәрсе емес. Жоқ, олай емес. 1,5-2 сағат бола ма кәдімгідей с нуля бірінші қандай приложениені қай жерден жүктейміз, полностью жүктелу процесін көрсетемін. Егер сіз көруге ерінбесеңіз, мен түсіруге ерінбеймін бұл нәрсені. Толық 100% жүктелгенін көрсетіп, егер ол дұрыс жүктелмей қалса, қайтадан с нуля жүктеп, міне жүктелмей қалып, достар, қайтадан жүктеп жатырмын деген сияқты. Қандай жаңағыдай приложениелерді ноутбукқа жүктедім, қандай приложениелерді телефонға жүктедім, қалай оны қимылдаттым. Барлығын толық Алла қаласа сіздермен бірге түсіретін боламыз. Осы ютубта, может быть, Құдай қаласа бір кейінірек трансляцияда ашып, бір кішігірім сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызды қою арқылы бір-бірімізді дамытамыз деп ойлаймын. Тағы да айтқым келетін нәрсе, жасанды интеллектті дәл қазір меңгермесеңіз, онда бір 3 жылдан кейін, мен жақында айтпай-ақ қойын, бір жарты жыл, 1 жыл деп, 3 жылдан кейін жасанды интеллектті жақсы меңгерген адам сіздің кәсібіңізге барып тұрады. Егер сіз монтажник немесе бір құрылысшы сияқты бір жасанды интеллект жасай алмайтын бір дүниемен айналыспасаңыз, электрик сияқты айналыспасаңыз, онда сіздің орныңызды аккуратно басады. Бұған дәлел шетелде қазір IT компаниялардың көбісі жұмысшыларды жұмыстан босатып жатыр. Біздің Қазақстанда да жайлап белең алуда, бірақ та ондай көп емес. Бірақ та скоро келеді, Құдай қаласа, 1-2 жылдан ішінде алады, алып тастайды. Енді қандай адамдарды алып тастайды? Жасанды интеллектті меңгермеген адамдарды алып тастайды. Қазақ Телекомның басшысы да айтты алдында, вайп кодингті білмеген адам біздің компанияға лайықты емес деген сияқты. Оның барлығы просто так шығып жатқан сөздер емес. Оның барлығы болашақ, ал болашақ жасанды интеллектте. Сондықтан жасанды интеллектті меңгергіңіз келсе, онда келесі видеоларды міндетті түрде қараңыздар. TikTok'ты да бақылап жүрміз. TikTok'қа мен кішігірім ақпарат саламын, 1-2 минут қана түсіндірем, мынадай промпт жаздым деймін, болды. Ал осы YouTube'та толықтай соның, мысалға, не істедім, соның барлығын YouTube'қа қарай аккуратно шығарып отырамын. 10-15 минут бола ма, оны сәл ұзартып, барлығын, мына жерде болмай қалды мысалы, Flow қосымшасымен жасап жатырмыз, мен түрімді жасамай қойды. Не үшін жасамай қойды? Давай онда мына промпт беріп көрейік. Мына промптпен істемеді. Давай онда осыны беріп көрейік деген сияқты. Әртүрлі жасанды интеллектті былай да пайдалану ғой біздің мақсат. Сондықтан жазылып алыңыз, тіркеліп алыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жазыңыз. Егер де сізге қандай тақырып қызық, именно комментарий, приложение, сайт, просто да комментарийге жазып қойсаңыз. Все, давайте, қош сау болыңыздар, амандықта, ассалаумағалейкум.